Тұран жерде бәрі кең шоушы түнде ұйықтайтын боламын. Қазір қайтып ұйықтайтын көрсетемін. Не өзі қандықтан күшті заттар, жер, бәрі күшті достар, кең, ішінің бәрі кең бізде. Бізде осындай сырты, осындай немен қытып көпсіздің мен қазір бұл жерден мен бір жерден істейсем болады. Мен жетім бұл яқта ішіміз кетті. Басқа бөлмеге кеттім. Достар, давайте мен үйде бір өзім қалғанда өзімнің суырмама обзор жасап кетейін, я. Менің шкафым. Мәне осылай жиналып тұр. Осылай ногти куртка тұрген. Яқта мен кітаптарын қазір көрсетемін. Түрімізде бәрін наяққа шығарып қойын қазір. Достар, тек оқитын кітаптарын шығарайын, я. Мынандай дүниетану деген шығармай қойын. Тек қазір көрсетемін. Мен яқта тек екеуін ағалатын болып шештім. Мына балабекті алам. И яқта балақан бар еді. Секуін аламын. Яққа кеп көріңіздер. Достар, бұл өте пайдалы балақан және балабек. Бұл 2019 жылда шыққан, бұл 2022-де шыққан. Бірінші мынаны көрейік деп. Балдарыңызға өте жақсы ручкамен сызылады. Ішінен карандашпен сызуға болады. Бұл жерін емес тек қазір. Міне осылай. Жол таңдап жүреді, етті жақсы көреді, осылай көреді. Мынау теңі қасқыр екен. Мынада теңі бір қой ма, не, ешкі ма, мынау қоян. Менде ауысында ой керек. Нүктелерді қоясыз, не бейнеленген. Бізде қоянын бұнда қоғамын. Осылай балаларыңызға беруге жақсы. Қой қай жолмен қасқырға шығады, короче, осындай. Мен бұны таптым, бұлай қасқырға келді. Ал бұның қай көлеңке сәйкес келеді? Мына көлеңкеге бізге мынау келеді, қоршап қойғанмын. Бізде қойға 1-ден 10-ға дейінгі сандарды тұратын жолын сызып көрсет. Мен көрсетім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Көрсеттім мен. Мынаққа түстермен не жетіспейді, білмеймін не жетіспейтін. Солай болып қалдым. И потом мынақта дымсым еткен 1-ден 10-ға дейінгі сандарды айт. Ойбай, мұрным қош кетті ғой. Бізде осы айтасыңдар. Қарамай тұрып айтасыңдар. 1, 2 деп сөйтіп айтасыңдар. Мынақта мен суреттен 1-де 3 жұпты анықтау. Мен бұны анықтай алмадым, таппадым. Мынақта бізде бәрін таптым сәйкес. Айырмашылық. Сондай бұлда да айырмашылық. Бұлда. Қой, қоян, қағаз, қасқыр. Бояп отырдың кішкене бұқып құрттым. Да ұшағы салға болады. Бұл бірінші балақан кетті. Енді балабек қалды. Бізде балабек осындай ше. Осылай, таптым мен. Бұл да тек көбісі ертегі осындай. Бұда да жазуға болады, бірақ не орындамаған әлі. Бұның іші, короче, орындамаған әлі менде. Сол үшін осындай екеуін алып беріңіздер балаларыңызға. Бізде өте пайдалы. Бұл бізде 2019-дағы 10-ші қараша шыққан. Бұл жазылмапты. Мен сомын алып ішім скітті, мұнау менің сомым ең астын тұрғымыз.
Короче, осымен сұрмам. Не, мына менде боянатын заттарым. Боянатын емес деп басқаша айтсақ, оқыма қоқыс. Мынау бізде айна осындай едім. Мені көріп тұрсыздар ма? Сізді көрсешті қуатадым. Көремей бәрі көп. Бұны көрсеңдер шок боласыздар. Мұны бізде шамыр өткізіңіздер. Мынаны көріңіз. Сен нені арқасын ашып көреміз, білмеймін неге. Түсінбей тұрмын. Осындай бір бәлі көп заттар. Осындай бір бәлелер. Шық. Шықпайды қалды. Бұл бізде куклалар мекен ғой менің. Соны ашамайтын ашылайын. Не осындай. Тұрады бар. Бұла тек брелоктікі ғой, мен брелок қалдырмайтын болдым. И осындай екі түрлі духимыз. Не қасап қоя берек болғандар. Осындай лабы сквиш и мындай. Мынау бөпесі, мамасы. Мынау ойыншық короче. Менде осындай заттар бар. Короче, осындай заттар бар менде. Қасау жүйрек. Астып тұру керек. Анда бізде ұшаққа ұшып көреміз дейтіңіздер. Мені ұшаққа ұшып көреміз. Ұшайды әдемі, ұшайды. Осы әдемі ұшайды. Әкеп қадалғанын айтам да. Алып қоя салайын. Салсай. Мен ұшым кетті, ішім кетті. Істесем болады. Мына бөлмеде ойнайтын жоқ. Әлде телевизор көріп жатайын ба? Білмей тұрмын. Соны білмей тұрғаным. Білмеймін көрсетіңіздер. Штативке қойбайын шыныңыздар. Бізде сағат неше болған? Бізде көрінбей тұр 6:30 болған. Бізге уже ертең саппақ. Штативнің алдына тұрып бап, кішкен шамға қатқа сүт жерелі. Қазір достармен осыған қой балам күттім. Құнтыға көп қой балайын. Оттан өткен өшір көтірсайық. Кіз қой балайын. Достармен штативке қойып алдым. Мен істесем болады. Шам баскетті қайта айтып шерік келі барып. Өткен яқты айна тұр. Айнадан өзімді көріп тұрмын мен. Маршыш кетті маған істесем болады. Қам кеп тұру. Бізде басқа да жұмыстарды істеу керек. Камера. Әлде достар телевизор көріп жатайын ба мен? Жатпайын ба әлде? Телевизор көріп жатайын ба? Жатпайын ба? Телевизор көріп жатсын десеңіздер, достар, маған лайк басыңыздар. Ал жатпасын бізге видео керек десеңіздер, маған подписаться етіңіздер, табай ма? И тіркеліңіздер. Осы болады маған. Мен ұқтып тұрмын. Істесем болады. Шымыз кетті. Накинка. Не оған бетіне. Накинка. Білмеймін. Короче, мен шымыз кетті. Әлі добынейін ба? Гол қалдырын соңыздар. Яқты шеті намай тұр. Что біз жаттыр аюдың жатысы жайлы осын гәп. Жайлы осын жата беріңіздер. Сіздің бат мен ішім пысып тұр. Әлде мен бояу-бояйын ба? Кішкенде бұт өтірген. Ал бірақ менде яқты бояу бар. Бірақ мен бұны қолданғым кеп тұрған жоқ. Яқты мен қандай бір кітап оқығым кеп тұршы. Қандай кітап оқысам ба? Ну, давай бір кітап тұрған көрдім чөмп. Қыз аламын. Алдым. Ну, не, қандай кітап көрейік біз. Яқты бір кітап бар.
салт дәстүрлер. Қайсысын оқысам болады? Ең бір шумақтарын оқайық. Мынау шумақ бар ма екен ішінде? Мен бір күн кісі оқимын. Біреуін тыңдаңдар. Мынаны, или мынаны, или мынаны, или мынаны. Сіздер мынаны оқу үшін лайк басыңыздар. Мынау комментария, мынау тіркелу, мынау не болсын. Ну, давай бұл емес. Осы, или осы, или осы. Сіздер қайсысын басасыздар? Мен үшеуінде оқиын, сол қайсысын соған өткізіп алыңыздар. Қозы жасы ұл бала 10 жасқа толған, соң ғана қозы бақтырған, сондықтан осы жасты қозы жасы деп атаған. Бұл еңбекке бауылдың алғашқы басқышы, бала еңбектің қиындығының көріп дәмін татқан. Осыны оқыдым, үшем пысты болдым. Мынау керек. Дөп қойайын. Үшем пыс бітті. Орысша күн. Достар бізге орысша жаттау берді. Соны жатты ақтабай. Соны асок. Мен қазір сумкамда келем. Достар мен сумкамда кетіп баттым. Қай комнатаға барайын деп айтам. Сәл шашылып отыр, мән бермейміз. Сіздер мән бермейміз. Деп осындай. Сіздер қараңыздар, міне осы жаттауды берді. Әрқашан күн түсінбесін. Мен бұны жаттадым. Өлең қылып айтамыз бұны. Айтып берейік, аз көзін жұмып. Сіздер қарап отырсыздар, не істейсіздер? Давай. Күн әдемі, көк әлемі, бұл суретті жас баланың ақ қағазға салған өзі, жазылған бар сөзі. Қайырмасы, әрқашан күн сөнбесін, аспаннан бұлт төнбесін, қасымда болсын мама, болайық мен де аман. Достар, бұл жерін 2 рет қайталаймыз. Әрқашан күн сөнбесін, аспаннан бұлт төнбесін, қасымда болсын мама, болайық мен де аман. Бұны жаттадым кішкене. Бірақ бұны қарап айтам, достар, мен айта алмаймын болмаса. Кішкене жаттадым дек. Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки, нарисовал он на листке. Мынаны көзімді ашып тұр, жұмбаша айта аламын, кішкене ұмытып қалам. Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки, нарисовал он на листке и подписал в уголке. Қайырмасын. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. 2 рет қайталамыз. Бұл жерде қайырмасы деп тұр. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Күнделіктің арасына қойып қойын деді апай бізге. Үшем піскетін не істесем болады. Достар, осымен видеоны аяқтайық. Қош сау болыңыздар.